Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін период және топ бойынша элементтер қасиеттерінің өзгеру заңдылығы тақырыбымен танысыңыз. Бүгінгі сабақта сіздер период және топ бойынша химиялық элементтердің оттекті және сутекті қосылыстарының қышқылдық негіздік қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсінетін боласыздар. Элементтер периодтық жүйеде қалай орналасқан? Сіздер 7-ші сыныптан бастап білесіздер, периодтық кестедегі ең негізгі металдар, бейметалдар деген элементтер құрастыратын оқыған болатынсыздар. Енді металдар мен бейметалдар және екідайлы қасиет көрсететін элементтер период бойынша солдан оңға қарай металдық қасиеттері кеміп, бейметалдық қасиеттері, қышқылдық қасиеттері артады екен. Ал топ бойынша жоғарыдан төмен қарай металдық негіздік қасиеттері артады. Элементтердің период бойынша қасиеттерінің өзгеруі период бойынша, яғни горизонтальды түрде ядро зарядтары, бейметал және бейметалдық қасиеттері артады. Ал топ бойынша вертикально ядро заряды және металдық қасиеті жоғарыдан төмен қарай артады. Қосылыстардың қышқылдық негіздік қасиеттері. Егер элементтің тотығу дәрежесі +1 немесе +2-ден кіші болса, қосылыс негіздік қасиет көрсетеді. Егер элементтің тотығу дәрежесі +5-тен +7-ге дейін үлкен болса, онда қосылыс қышқылдық қасиет көрсетеді. Мысалы, азот қышқылындағы азоттың тотығу дәрежесі +5, яғни ол қышқылдық қасиет көрсетеді. Тотығу дәрежелері +3 және +4 болатын қосылыстар екідайлы қасиет көрсетеді. Бірінші топ пен екінші топ элементтерінің оксидтері суда ерігенде тілтілік қасиет көрсетеді. Бірінші топ гидроксидтерінің барлығы өте күшті сілтілер. Себебі олардың ерітінділерінің pH 14-ге тең болады. Натрий оксидіне, мысалы, су қосқан кезде натрий гидроксиді түзіледі. Келесі екінші топ оксидтері сумен реакцияға түсіп, металл гидроксидтерін түзеді. Магний оксидіне суды қосқанда магний гидроксиді түзілді. Екінші топтың гидроксидтері де сілтілер. Бірінші топ гидроксидтеріне қарағанда олардың сілтілік қасиеті төмен болады. Себебі олардың ерітіндісінің pH 10-ға тең болады. Төртінші топ, жетінші топ элементтерінің оксидтері суда ерігенде өздерін қышқыл ретінде көрсетеді. Төртінші топ көмір қышқыл газы, оған суды қосқан кезде көмір қышқыл түзіледі. Бесінші топта диазот пентаоксиді, яғни NeCO5-ге қышқылдық оксидке су қосқан кезде азот қышқылы түзіледі. Фосфор пентаоксидіне су қоссақ фосфор қышқылы түзіледі. Яғни қышқылдық қасиет жақсы көрсетеді. Алтыншы топ элементтер қосылыстары күкірт триоксиді SO3-ге су қоссақ күкірт қышқылы түзіледі. Мұнда да күшті қышқыл түзілгенін байқаймыз. Жетінші топ галоген сутектері суда ерігенде өте күшті қышқылдық қасиет көрсетеді. Мысалы, тұз қышқылы, бром сутек қышқылы, йод сутек қышқылы. Сіздерге мына тапсырма. Элементтің жоғары тотығу дәрежесін көрсететін оттекті қосылыстарының формуласын жазыңыздар. Натрий, магний, алюминий, фосфор және күкірт берілген. Осы элементтердің оксидтерін, гидроксидтерін, ұшқыш сутекті қосылыстарын және қышқылдарының формуласын жазыңыздар. Жауаптарыңызды тексерейік. Натрий оксиді натрий 2O, гидроксиді натрий OH. Бұл жерде ұшқыш сутекті қосылыспен қышқылдық қасиет көрсетпейді. Және магний оксиді, магний гидроксиді. Ары қарай екідайлы қасиет көрсететін алюминий оксиді мен алюминий гидроксидін және қышқылы түзіледі. H3 алюминий O3. Нағыз қышқылдық қасиет көрсететін бейметалдар фосфор мен күкірт, олар ұшқыш сутекті қосылыстары бар. pH 3 H2S. Ал
Ал гидроксидтері нағыз қышқылдар H3O4, H2SO4 фосфор қышқылы мен күкірт қышқылын байқап отырсыздар. Тағы бір бекіту сұрағымыз бұл берілген элементтердің электрондық конфигурациясын жоғары валенттілік көрсететін оттекті қосылыстардың формуласына сәйкестендіресіздер. Берілген элементтер бериллий, натрий, хлор, азот. Электрондық формулалары берілген және жоғары оксидтердің формуласы, гидроксидтердің формуласы берілген. Сіздерге периодтық кесте қолдансаңыздар болады. Периодтық кестенің төменгі жағында жоғары оксидтердің жалпы формуласы беріледі және сутекті қосылыстарының формуласы беріледі. Соған қарап гидроксидінің формуласын шығарсаңыздар болады. Сәйкестендіру тапсырмамызды тексеріп көрейік. Бериллий 1s2 сыртқы электрондық қабатында 2 электроны бар, жалпы 4 электроннан тұратын. Жоғары оксидінің формуласы элемент 2O, гидроксидінің формуласы элемент OH. Азот, натрий және хлор. Жауаптарыңызды дұрыс жауаппен сәйкестендіріңіз. Келесі тапсырма. Натрий, магний, алюминий және күкірт оксидтерінің қышқыл және негіздермен реакцияларын жүргізіп, тексеріп көріңіздер. Бұл кезде сіздер натрий оксидінің қышқыл және негіздермен реакциясын, магний оксидінің қышқыл және негіздермен реакциясын, алюминий оксидінің қышқыл және негіздермен реакциясын, күкірт оксидтерінің қышқыл және негіздермен реакциясын жүргізесіздер. Жауаптарыңызды дұрыс жауаппен сәйкестендіріңіз. Натрий оксиді қышқылмен реакцияға түседі, спиртімен реакцияға түспейді. Магний оксиді қышқылмен реакцияға түседі, спиртімен реакцияға түспейді. Себебі бұлар негіздік оксидтер. Алюминий екі дайлы қасиет көрсететін қышқылмен де, спиртімен де реакцияға түседі. Күкірт оксиді қышқылдық оксид, қышқылмен реакцияға түспейді, спиртімен реакцияға түседі. Қорытындыға осыларды жазып қоясыздар. Келесі тапсырма. Элементтердің сутегімен және оттегімен қосылыстарының жалпы формулалары мынадай. RH4, RH3, R2O, RO2 және RH. Осылардың қайсысы көміртегі мен мышьяктың сутекпен қосылысы мен жоғары оксидінің формуласына сәйкес келеді. Екінші, мына қосылыстардың формуласы дұрыс болу үшін қажетті индекстерді қойыңыздар. pH қандай индекс болады? H сутекте қандай индекс болады? H қандай индекс болады? NH қандай индекс қоясыздар. Жоғары оксидтерінің формуласы дұрыс болу үшін қажетті индекстерді қойыңыздар. Бұл келесі тапсырма. Хлор оксиді, жауаптарыңызды дұрыс жауаппен сәйкестендіріңіздер. Көміртегі мен мышьяктың сутекпен қосылысы жоғары оксидінің формулалары мыналарға сәйкес келеді. RH4, RH3, RO2. Яғни R-дің орнында көміртек пен мышьяк тұрады. Мына қосылыстардың формуласы дұрыс болу үшін қажетті индекстерді қойыңыздар деген тапсырмада фосфин қышқылы, яғни оттексіз қышқыл, 3 негізді pH3, сутек 2 атомы, CH4-тан
және аммиак NH3. Жоғары оксидтердің формуласы дұрыс болу үшін қажетті индекстерді қою қажет болған. Хлор 2 O7, галогенді хлорымыз ең жоғары 7 валенттік көрсетеді. Сүрма O2, қорғасын плюмбум O2 және силициум кремний оксиді. Келесі тапсырма. Үшінші период элементтерінің оксидтерінің қасиеттерін қышқыл негіздік жалпы заңдылықтарға сүйене отырып сипаттаңыз. Екінші тапсырма. Натрий, аргон элементтерін қолданыңыз. Натрий оксиді мен күкірт 6 валент оксидінің қышқылдық негіздік қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазып, тотығу дәрежелерінің өзгеру заңдылығын түсіндіріңіз. Бұл тапсырма сіздерге үйге беріледі. Бүгінгі сабақта сіздер период және топ бойынша химиялық элементтердің оттекті және сутекті қосылыстарының қышқылдық негіздік қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарымен таныстыңыздар. Сіздер оқулықтағы осы тақырыпты оқисыздар және онлайн мектептегі сабақтарды орындайсыздар. Қойып тыңдағандарыңызға рахмет.